Пайғамбарымыздың бүгінгі дін, ислам діні, өзіміздің дінімізге жәрдем беру, құрметті жамағат, ең бірінші нәрсе бұл білімнің тұнығын, өзіңіздің осы пайғамбарымыз ғана сөйлеген осы Құран, пайғамбарымыздың жаңағы сүннеттегі хадистері, сол жердегі ілімнің тұнығын алына жаққа. Түсінесіз ба? Мына санаңыз, сіздің санаңыз, мына жаққа таза нәрсені қондыр, таза, пайдалы нәрсені қондыр. Бос нәрселерді, пайдасыз, зиянды нәрселерді қондырма, мына жаққа ауырып қаласың, сен адамбыз біз. Құлиқал инсану дағифа, әлсіз жаралған ол. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен талабал илма лиюжария бихил улама". Кімде білімді іздеп, Құрандан ізденді, сүннеттен ізденді, хадистерден ізденді, сосын жаңағы білімі барлармен таласқысы келу үшін іздесе дейді білімді, ол бірінші жаман нәрсе. Екінші, ау юмария бихи суфаха, немесе білімі жоқ адамдардың арасына барды да күмән, неше түрлі нәрселермен бастарын ауыртып, күдікті көбейтіп тастау үшін оқыса дейді. Ау ли ясрифа уджухан наси илейхи, немесе жаңағы мен ғана құтылған топпын деп адамдардың дидарын өзіне қарай бұрғысы келсе, адхалахуллаху нар, Алла оны тозаққа кіргізеді дейді. Бітті. Сахих жаттай ма ол жерде, түсінсіз ба? Құраннан сөйлейсің ба? Сен өйткен ниетің дұрыс емес та. Мешіттің өзіне кіргенде айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен дахалал масжида, мен атал масжида ли шейин фахуа хаззуху". Кімде-кім мына мешітке бір нәрсе үшін кірсе, оның күллі Алланың алдында алған үлесі сол дейді. Кірді да, мысалы біреудің несіне қарағысы келді немесе, болды. Немесе біреу келді, анау неге жылап отыр, не көрсетіп отқан сияқты ғой деген. Не үшін кірдің? Сол сенің сауабың. Бітті. Құдайдан қалтырау үшін кіру керек та бұл мешітке. Уама умиру илля айядхулуха хаифин дейді Алла. Алладан қорқулар үшін ғана, қорыққан күйде кірулер ғана бұйырылған еді дейді мешітке негізі. Әңгіме айту үшін емес та. Көрдіңіз ғой? Міне білімнің мақсат, нысанына дейін өзгеріп кеткен да. Характері де ол емес. Қайтып пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жәрдем берсін. Сондықтан бірінші білім, құрметті жамағат. Алланы таны. Алланы тануда ең маңызды мына Алла тағаладан басқаға құлшылық қылмаймын деген танымнан кейін ең маңыздысы не десеңіздер, міне төбесінде қойып қойды Алла тағала. Неден бастады өткенде сифаттарды? Қала азаби усибу бихи мен аша. Азабым менің деді. Кімді қаласам соған тигізем деді. Бізге хат келді ма? Саған тимейді деген. Кімге келді ондай хат? Не үшін мұны айтып отыр Алла тағала? Өйткені осы, одан кейін барып айтады: "Ва рахмати васиғат күллі шей". Рахымым күллі нәрсені қамтыған деген. Иудейлер мен христиандарда, сол кезде насараларда рахымым күллі нәрсені қамтыған дегенді алды. Азабым қалағанына тигізем дегенді жоқ жіберді өздерін. Күллі ұрпақ солай тәрбиеленіп отыр да. Не шықты содан кейін? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва қалатил яхуду ва насара нахну абнауллахи ва ахиббауху деген ақида шықты. Қандай? Біз Алланың сүйіктілеріміз және балаларымыз деді дейді иудейлер мен христиандар. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты осы сөзді, өзіңіз ойлаңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келіп айтып тұр да. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады оларға: "Құл, айт ей пайғамбар оларға, фалима туғаззибухум бизу". Онда неге сендерді Алла тағала осы күнге дейін ғасырлар бойы азаптап келген күнәларың үшін дейді. Егер балалары сүйікті деген нәрсе, қалай қайтарады да? Не үшін сендерді азаптады? Бәл әнтум башарун мимма халақа. Сендер тек қана Алла тағала жаратқан нәрселердің ішіндегі бір адамсыңдар. Яғфиру лиман яша. Кімді қаласа ол кешіреді. Ва юғаззибу ман яша. Кімді қаласа ол азаптап жібереді. Валиллахи мулку самауати вал ард. Күллілерің Алланың мүлкісіңдер тек. Күллі мүлік Аллаға тән дейді. Ва ма байнахума, көктер мен жердің арасындағы нәрселерде. Ва илайхил масир, және оған ораласыңдар. Соқтан, құрметті жамағат, пайғамбарға деген, дінге деген жәрдем, ол бірінші пайдалы білім алуың өзіңе. Білім деген пайдалы. Алланы тана,
міне алладан басқаға сыйынбайсың, міне үлкен білім бұл. Одан кейін алладың азабынан қорқасың, сосын барып рахымына үміт етесің. Егер бұл қағида, бұл характер бойында тұрса, сен біреудің күнәсін көрген кезде өз күнәларың есіңе түсіп жарылып кете жаздайтын боласың да. Ал қашан бұл қағида болмаса, біреудің көрген кезде мынау не істеп жүр дейсің. Ондай адамдар дінге жәрдем бере алмайды. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: инна хаза дина, сөзсіз бұл дін дейді, лән янсураху илля мен хатаху мин жамиғи жауанибихи. Бұл Алланың дініне дейді. Бұл дінді толыққанды қамтығандар болмаса, басқалары жәрдем бере алмайды дейді бұл дінге. Сосын бірлік болмаған жерде жәрдем мүлде жоқ деген сөзді. Құр жаңағы риуаяттар жеткіземіз, болды. Риуаяттар жетеді, сахих риуаят жетер, бұлай болды. Бірлік жоқ, жәрдем жоқ дінге. Көрдіңіз ғой. Осы нәрселердің өзінің құндылықтары түсіну керек.